Баршаңызға ассалаумағалейкум. Бүгінгі шығарылым инвестициялау жолы қандай деген тақырыпта болмақ. Алдымен арнаға тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Егер де шығарылым ұнаса, пікір қалдырып кетуді де ұмытпаңыздар. Қазақша контентті бірге дамытайық. Сонымен, инвестициялау жолы қандай? Тыңдасаңыз, сіз ұмытасыз. Қарасаңыз, есіңізде сақтайсыз. Жасасаңыз, түсінесіз. Қаржылық қорғаныс, қаржылық қауіпсіздік, қаржылық еркіндік. Көпшілік адамдарды қайда және не үшін инвестициялау деген сауал мазалайды. Ақшаны басқаруды үйренсеңіз, олар өзі сізге көп мөлшерде келеді. Міне, сол кезде инвестициялау туралы біліміңіз қажет болады. Себебі, көпшілік адамдар артық ақшамен не істеу, қайда салу керектігін, шынайы жағдайды қалай бағалауды білмейді. Сондықтан оны түрлі ұсақ заттарға жұмсайды. Тек кейіннен ғана өз ақшасын іске салып пайда табуға болатындығын ойлайды. Алайда, барлығы кеш. Ақша жұмсалып кеткен. Алтын жұмыртқа туатын тауық туралы нақылды есімізге түсірейік. Бір шаруа тауығының алтын жұмыртқа туғанын көреді. Ол сенбей жұмыртқаны қолына алады. Ол шынымен алтын болып шығады. Ол зердешіге барып жұмыртқаны көрсетеді. Ал ол оған ақша береді. Келесі күні тағы сол жағдай қайталанады. Тауық қайтадан алтын жұмыртқа туады. Бұл жағдай шаруаның шыдамы таусылғанша созылады. Сөйтіп, ол оны қалай жасайтындығын білу үшін құсты өлтіруге шешім қабылдайды. Ол тауықты өлтіреді, алайда оның көргені тек тағы бір алтын жұмыртқа ғана болды. Сіздің салымнан алатын кірісіңіз алтын жұмыртқа. Бізге алтын жұмыртқа туатын өзіміздің тауығымызды салу қажет. Бізде біраз ақша жиналғанда, тауықты өсіруге мүмкіндік туғанда, біз жаңа киім, машина сатып аламыз. Сол уақытта аса қажетті заттарды аламыз. Жақын жерде демалу мүмкіндігі болса да, шет елде демалғымыз келеді. Егер пәтер, машина, алтын бұйымдар сатып алсақ, бай болып кететіндей көрінеміз. Бұл олай емес. Қымбат көлік айдап, қымбат костюм киіп, алтын бұйымдар тағатын адамдардың шотында әдетте ақша болмайды. Себебі, ақшаны жұмсау оңай. Көпшілігі жақсы ақша тауып, оны аз уақыт ішінде жұмсап тастағанша бай болады. Ақшаны табу, сақтау мен көбейтуден оңай. Сіз ақылсыз бай адамды білесіз бе? Жоқ. Екінші курстың студенттері профессордан артық білеміз деп санайды. Ал сержант өзін майордан ақылдымын деп есептейді. Кейде көшеде тұрған сержанттан гөрі генералмен ортақ тіл табысу оңай болады. Және бұл жиі кездеседі. Неліктен? Себебі, маңызы төмен адамдар әрқашан өз маңыздылығын нақтылағысы келеді. Сондықтан, сізге алтын жұмыртқа туатын өз тауығыңызды жасау керек. Сізге бір айда, керемет болмаса да дұрыс өмір сүру үшін қанша ақша қажет екендігін есептеп көріңіз. Тіпті кірісіңіз 2-3 есе артса да, осы сомаға өмір сүру керек. Бір күні менің семинарыма бір қарапайым әйел келді. Ол барлық тренингтерге қатысты. Жақсы әрі үлкен құлшыныспен оқыды. Оның қанша ақша табатындығы туралы сұрағанымда, ол байыпты түрде 10 000 теңге деп жауап берді. Мен қатты таң қалдым. Содан соң менің семинарыма ақшаны қайдан алатындығын сұрадым. Ол алғашқы қадамнан ақ өмірді жақсарту үшін бірдеңені өзгерту қажеттігін түсінгендігін айтты. Ол кір жуатын машина сатып алу үшін кредит алып, ақшаны өз оқуына, яғни өзіне жұмсады. Мұны ештеңемен салыстыруға болмайды, тіпті балаңыздың оқуымен де. Неге? Кейбір адамдар өз балаларынан көңілдері қалады. Себебі, өзі барлығынан бас тартады, дұрыс тамақтанбайды, дұрыс киінбейді, өз қолдарындағы барын балаға салады. Ал бала өсті де, сендер сонша ерекше не істедіңдер? Қалған ата-аналар не істесе, соны істеген сияқтысыңдар, дейді.
Баласы олардың жанкештілігін түсінбеді және ата-анасы істегеннің барлығын міндетті, істелуі тиіс зат ретінде қабылдады. Мұны естіген ата-аналардың көңілі қалады. Өзіңе салған инвестициядан артық зат жоқ. Әлемде сізді өкінішке алып келмейтін екі зат бар: Құдайға сыйыну және өзіңді құрметтеу. Оны ешкім, ешқашан ұрлай алмайды. Ол сізбен мәңгі қалады. Айына $200 өмір сүретін адамдар бар екендігін білемін. Бір ай ішінде өмір сүре алатын сомаңызды анықтап көріңіз. Және өз қаржылық жоспарыңызды алтын жұмыртқа туатын тауық құруға тырысыңыз. Сіздің бұрынғы жоспарларыңыздың барлығы ақшаны жұмсау үшін жасалынған. Қазір сіз қаржылық жоспардың шығын жоспарынан шын мәнісінде несімен ерекшеленетінін түсінесіз. Қаржылық қорғаныс. Бір орташа жанұя өмір сүре алатын сома $500 алайық. Кез келген басқа жанұяны алсаңыз да болады. Бұл соманы 6-ға көбейтіңіз. $3000 болады. 6 саны айларды білдіреді. Ал $3000 жарты жылда жанұяны асырау үшін қажетті сома. Бұл не деген сөз? Бұл дегеніміз, егер сізде осы сома болса, сіз өзіңізді сенімді сезінесіз. Сіз тынышталасыз. Сіздің ішкі қорқынышыңыз болмайды. Қандай жағдай болса да, жұмыстан шығарып жіберсе де, денсаулық нашарлауы болса да, сіз жанұяңыздың жарты жыл бойы бұрынғы қалыпты түрде өмір сүретініне сенімді боласыз. Және сіз осы кезеңде сіздің жанұяңыз қаржылық түрде қорғаулы екенін түсінесіз. Кейбір адамдарда мұндай сома бұрыннан бар. Ал сізде болмаса ше? Онда кафе, мейрамхана, арақ, темекі, демалыс дегендерді ұмытыңыз. Оның барлығын осы сома жиналғанша тоқтатыңыз. Ешқандай көңіл көтеру, қымбат опа, далап деген болмауы тиіс. Тек тамақ пен қажетті затқа ғана ақша жұмсалуы тиіс. Осы соманы жинамайынша сіздің демалып көңіл көтеру құқығыңыз жоқ. Ал енді осы соманы 12 айға көбейтейік. $6000 шығады. Егер біреулерде осындай ақша болса, жақсы. Ал қалғандары үшін жоғарыда көрсетілген ережелер мен шектеулер қойылады. Себебі жарты жылға жететін сақталған ақша аздық етеді. Сондықтан ең жақсысы бір жылға жететіндей ақшаны сақтап қою. Сол уақыт аралығында, егер сізді қызметтен қысқартқан болса, басқа жұмыс іздеп табуға мүмкіндік болады. Міне, осы қаржылық қорғаныста болу деп аталынады. Машина немесе мүлікті сақтандырудан мысал келтіруге болады. Статистика бойынша сақтандырылған көлікке ештеңе болмайды. Сақтандыру агенттіктері көрсеткен жағдайлардың 90% сақтандырылмаған көліктермен болады. Неге екенін білесіз бе? Себебі сіз көлігіңізді немесе басқа мүлкіңізді сақтағанда, орнына сенімділік пен ішкі тыныштыққа ие боласыз. Өз материалдық жағдайыңызды сақтандырғанда, тұрақсыз болашақ қаупі қорқынышынан алыс боласыз. Мысалы, бір әйел жақында инфляция болып, барлығы қымбаттайды дегенді естіпті. Және барлық жинаған ақшасына болашақта қажет болады деген заттарды сатып алыпты. Оларды үйіне алып барып, тығып қояды. Ал жұмысынан үйіне оралғанда, үйін тонап кеткендігін көреді. Оның таңданысында шек болмады. Неліктен? Бұл жағдай дәл сол әйелмен болды. Себебі, өз санасында ол болашақта болатын қиыншылықтан қорқыныш сезімінде болды. Ол қорқынышы арқылы жағымсыз жағдайларды өзіне тартты. Ал сақтандырылған адам қорқып, қобалжымайды. Оның санасы күмәндану мен жағымсыз ойымнан алшақ болады. Ол еркін, әрі жинақы болады. Қажетті сома жиналғанда, оны банкіге бөлек шотқа салыңыз. Оған басқа ақша қоспаңыз. Сол кезде сіз нақты соманы білетін боласыз. Ал әзірше шығындарыңызды шектеп, жоспарланған пайызда жинауыңыз қажеттілігімен көндігіңіз. Бұл сіздің отбасыңыздың қаржылық қорғанысы үшін қажет. Егер кенеттен сіздің бизнесіңіз қиындыққа ұшырап, кірісіңіз азайса, сіз тыныш, бейқам боласыз. Себебі ондай жағдайда шотыңыздағы ақшаны алып, отбасыңызды қажетті заттармен қамтамасыз ете аласыз. Сондай-ақ, бұл ақшаның сіздің бизнесіңізге қатысы жоқ.
тек отбасылық бюджет екендігін ұмытпаңыз. Ақша қолма-қол болуы тиіс. Бұл сомаға тиіспеңіз. Қандай жағдай болмасын, ол ақшаны алмаңыз. Егер де белгілі жағдайларға байланысты ол соманы алып қойсаңыз, тезірек қайта толықтырыңыз. Инвестициялау жолы. Қаржылық қорғаныс. Ақшаның бір қасиеті бар. Құдайдың қасиетті кітапта жазғандарын есімізге алайық. Кімге берілсе, сонда өседі, ал кімге берілмесе, соныкі азаяды. Бұл заң осы жерде де жүзеге асады. Белгілі сома жинаған кезде, кірісіңіздің қалай ұлғайғанын байқамай қаласыз. Жаңа ұсыныстар түсіп, жаңа мүмкіндіктер ашыла бастайды. Табыс көбейеді. Себебі бұл өмірдің заңы. Кімге берілсе, сонда өседі, ал кімге берілмесе, соныкі азаяды. Екінші, қаржылық қауіпсіздік. Енді $500 бір ай көлемінде өмір сүруге жететін сома болуы тиіс деп алайық. Оны 150-ге көбейтейік. Бұл ережені Бодо Шефер жасап шығарған. Математикадағы Пифагор формуласы есіңізде ме? Бұл формула тұрақты және ешқашан өзгермейді. Осы сияқты, Бодо Шефер де қажетті тіркелген соманың есебі үшін ереже ойлап тапты. Яғни, қаржылық еркін болу үшін, қаржылық қауіпсіздігіңізді қамтамасыз ету үшін, сізге біртіндеп $70,000 жинау керек. Дәл осы сомамен сіз өз отбасыңызға қаржылық қауіпсіздікті қамтамасыз етесіз. Егер сіз осы соманы банкіге 8%-бен салсаңыз, жылына $6,000 алып отырасыз. Егер бұл соманы 12 айға бөлсе, онда ай сайынғы $500 төлем шығады. Егер сіз $75,000 жинақтасаңыз, сіз өзіңізді қаржылық қауіпсіздікпен қамтамасыз ете алатын адамдар қатарына кіресіз. Енді сіз өмір бойы жұмыс істемесеңіз де, ай сайын банкіден жиналған пайызыңызды алып, қалыпты өмір сүре аласыз. Сонымен қатар, мынаған назар аударыңыз. Сіз алдымен $6,000 жинап, қаржылық қорғанысқа ие болдыңыз. Содан соң ғана келесі сома $75,000 жинай бастадыңыз. Шотыңыздағы осы сомамен сіз қаржылық қауіпсіз адам болдыңыз. Себебі, жұмыс істемей, ай сайын банкіден $500 көлемінде ақша алып отырсыз. Ай сайын банкіден $500 көлемінде ақша алып, өмір сүре аласыз. Енді сұраққа жауап беріп көріңізші. Егер сіз осы ережелерді 5 жыл бұрын білсеңіз, осы ережелерді қолданып, қаржылық қорғанысы бар адам болар ма едіңіз? Иә, әлде жоқ па? Көп адамдар тіпті ойлау деңгейінде өзіне бай адам болуға рұқсат бермейді. Бай адамдар сияқты ойлай алмайды. Сондықтан, мен сіздерге ақшаны қалай табу жайлы емес, оны қалай басқару қажеттілігі жайлы айтып отырмын. Себебі, алдымен дәнді отырғызатын орынды дайындау қажет. Дәнді асфальтқа сеуіп көріңіз, ол ешқашан өспейді. Осы ережелер жайлы алғаш рет естігенімде, мен мүмкін осы ақшаны жинасам, 20 жылдан кейін сол соманы жинақтайтын болармын деп ойладым. Мен шынымен де, ол ақшаны жинау үшін сонша уақыт қажет болады деп ойладым. Алайда, мен мақсатты түрде талмай жұмыс істей бастағанымда, 1,5 ай ішінде қаржылық тұрақтылыққа ие болып, қатты таңғалдым. Келесі 8 ай ішінде қаржылық қауіпсіз адамға айналдым. Оның қалай болып жатқанын өзім түсінбедім. Барлығы бұлай тез болады деп ойламаған едім. Дәл сол кезде мен, жасай бастаңыз, сонда барлық әлем сізге көмекке келеді деген сөзді түсіндім. Сеніңіз, бұл шынымен де солай. Себебі, Құдай шығармашылық, мақсатты, жетістікті адамдарды жақсы көреді. Солар үшін ол ерекше жағдайлар жасайды. Және де солғын, бастамасы жоқ, өзіне сенбейтін әрқашан жылап отыратын адамдарды жақсы көрмейді. Қатты жел, әлсіз өсімдіктер мен жеңіл заттарды оңай құлатады. Тоқтап қалған, өспейтін, қозғалмайтын заттың барлығы өмір сүруді тоқтатады. Шөптер, гүлдер, жануарлар, тіпті ағып жатқан су да қозғалыссыз суға айналады. Сол сияқты сіз бірдеңені қолыңызға алып, қимылдай бастасаңыз, Құдай да сізге көмектеседі. Егер сіздің қызметіңіз тіпті бір адамның жетістікке жетуіне көмектесіп, оның өмір сүру деңгейін көтерсе, тағдырдың өзі сізге жәрдемші болады. Бай адамдардан
ненің арқасында сондай дәрежеге жеткендіктерін, қалай қол жеткізгендерін сұраңыз. Олардың көпшілігі: мен шынымды айтсам, өзімде жауабын білмеймін. Жұмыс істеуді бастадым. Қалғаны өз-өзінен болды, деп жауап береді. 20 ғасырдың 70 жылдары 5 студенттен құрған жаңа компания пайда болды. Олар жиналып, фирма құру туралы келісті. Алайда, неден бастайтындарын білген жоқ. 2 жыл уақыт идея құрумен болды. Олардың біреуі сәйкес логотипі бар футболка ойлап табады. Және осы компаниядағылардың барлығы оны кие бастайды. Міне, қаншама жылдан бері әлемдегі қаншама адам алда жаса, Just do it деген жазуы бар футболкаларды киіп жүр. Бұл компания барлығымызға мәлім. Спорттық киімдер шығаратын Nike компаниясы. 5-7 жыл ішінде олар біраз атақты фирмалардан озып кетті. Олардың жетістігінің құпиясы оңай. Жай ойлағаннан бірден іске асырды. Спорттық киім шығаратын әрі жетістікті компаниялардың біріне айналды. Сондықтан, күмәндарыңызды артқа тастап, істей бастаңыз. Жетістік сізге өзі келеді. Жасым келмейді, бастапқы капитал жоқ, бизнес үшін заңдар дұрыс емес, немесе отбасылық жағдай кедергі келтіреді деген сылтауларды айтпаңыз. Өзіңіздің қимылсыздығыңызға жауап іздемеңіз. Себебі, ақталатын сөздер табу оңай. Сіздің өміріңіз одан өзгермейді. Шешім қабылдап, арманыңызға қарай беттегеніңіз дұрыс емес пе? Өзіңізді соған сендіруге тырысыңыз және қимылдай бастаңыз. Менің семинарымнан кейін адамдар өз табыстарын келесі 2 айда барлық ережелер мен қағидаларды орындай отырып 20-50% арттырғандары туралы мысалдар келтіреді. Сондықтан кітапта жазылғанның барлығына ақпарат жиынтығы ретінде қарамай, өз мақсатыңызға жетуге, жалған жолдарға соқтықпауға көмектесетін карта секілді өмірлік тәжірибе ретінде қабылдаңыз. Егер сіз қаржылық қауіпсіздікке қол жеткізсеңіз, негізгі соманың пайызына өмір сүре аласыз. Алайда, бұл сіздің енді жұмыс істеуіңіз қажет емес дегенді білдірмейді. Көтерілуге болатын келесі баспалдық әлі алда. 3. Қаржылық еркіндік. Сіздің ойыңызша, жақсы өмір сүруіңіз үшін қанша ақша керек? Мысалы, өзіңіз қалаған затты сатып алу үшін, саналы түрде, анда-санда кафе-ресторандарға барып тұру үшін, Таиландқа барып демалу үшін, айына $10,000 қажеттелік. Сіз үшін бұл үлкен сома ма? Сіз өзіңізді осы сома сізде бар сияқты сезінуіңіз қажет. Осындай өмірге лайық екеніңізге сенуіңіз қажет. Өз қабілеттеріңізден күмәнданбауыңыз қажет. Өзімді осылай ұстасам, бай болып кетпеймін деуіңіз мүмкін. Бірақ мен, егер өзіңізге сенсеңіз, боласыз деймін. Сіз дәл сондай көңіл-күй туғызуыңыз керек. Ал енді $10,000 150-ге көбейтіп, $1,5 миллион алайық. Бұл сома үлкен емес. Егер сізде жақсы пәтер болса, немесе сіз мирасқор ретінде үлкен үй алсаңыз, сіз байсыз. Мысалы, 90-шы жылдардың басында жылжымайтын мүлік $5-7 мың тұрды. Көлігіңді сатып пәтер алуға болатын. Қазіргі кезде сіздің 2-3 үлкен пәтеріңіз болса, сіз миллионерсіз. Өмір жақсарды, көп ақша табудың жолдары пайда болды. Бай болу мүмкіндігі қазір барлығында бар. Сондықтан, жайсыз жағдайға, нашар конъюнктураға, жоғары салық пен әлемдік дағдарысқа сілтеп, шағымданудың қажеті жоқ. Барлығы өзіңізге байланысты. Соны есіңізден шығармаңыз. Жоғарыда аталған соманы жинақтаған кезде, сіз қаржылық еркіндікке ие боласыз. Бұл соманы банкіге 8% жылдық мөлшерлемесімен салу негізінде сіз жылына $120 мың пайда түсіресіз. Оны 12 айға бөлсеңіз, ай сайын $10,000 таза табысқа жетіп, өз болашағыңыз туралы уайымдамауға қол жеткізесіз. Сіз ақшаға емес, ақша сізге жұмыс істейтін болады. Көп адамдар осылай жасайды. Неліктен сізге бай әрі ауқатты адамдардың қатарына қосылмасқа? Сізде барлығы жақсы болады. Сіз басқа адамға айналып, өзіңізді бай адам ретінде сезінесіз және былай ойлайтын боласыз: мен бай адаммын, еркінмін, бейқаммын. Мен енді ақша жайлы ойламасам да болады. Мен енді өзімді жеңіл сезінемін. Сіз осындай дәулеттілікке 5-7 жыл ішінде жете аласыз.
Егер сіздің жүрегіңіз бен санаңыз бір бағытта жүрсе, егер сіз өзіңіз, сізді жақсы көретін жақындарыңыз үшін күресуге дайын болсаңыз, бұны шындыққа айналдыру оңай. Бұл жағдай орын алғанда, сіз өзіңізді сенімді сезінесіз және жаныңыз рахаттанады. Мынадай күлдіргі әңгіме бар. Бір жүргізуші бай жолаушыны үйіне жеткізеді. Жеткен кезде, әлгі адам жүргізушіден қанша ақша беруім керек деп сұрайды. Жүргізуші $100 деп жауап береді. Жолаушы таңданып, сондай қымбат па деп сұрайды. Сонда жүргізуші кеше оның ұлын алып келгендігін және ол $200 бергендігін айтады. Оған жолаушы былай дейді: иә, мен түсінемін, бірақ оның әкесі миллионер, ал мен жетіммін. Бай адамдар ақшаның не екенін, оның қалай табылатынын және оны қалай жұмсау қажеттігін біледі. Ғалымдар зерттеу жүргізген. 4 маймылды алып, торға отырғызып, жоғары жақтарына банан іліп қояды. Маймылдардың қарындары ашып, бананды алу үшін жоғары секіргенде, олардың үстінен суық құйып отырды. Біраз уақыттан соң, олардың бананды қайтадан алғылары келіп секіреді. Оларды тағы да сумен шаяды. Осылай бірнеше рет қайталанады. Кейіннен маймылдар бананға тек қарап отырады. Секіріп алуға қорқатын жағдай туындайды. Кейіннен торға жаңа маймылды отырғызады. Ол ештеңені білмей, бананды алуға тырысқысы келеді. Ал басқа маймылдар оған кедергі жасап, тіпті ұрып тастайды. Біраз уақыттан кейін торға тағы бір маймылды қосады. Ол да бананды алғысы келеді. Бірақ оны да тоқтатып, ұрып тастайды. Торға түскен барлық маймылдарға осылай жасайды. Бұл жағдай маймылдар саны 12-ге жеткенше жалғаса берді. Содан соң ғалымдар өз тәжірибесі негізінде су жайлы білетін алғашқы 4 маймылды және солар тәрбиелеген кейінгі 4 маймылды тордан шығарып тастайды. Тек соңынан салынған маймылдарды ғана қалдырады. Және осыдан кейін торға жаңа маймылдарды қоса бастайды. Олар маймылдардың өздерін басқаша ұстайтынына сенеді. Алайда, бастапқы сценарий қайталана береді. Бұрыннан отырғызылған маймылдар жаңа маймылдарды бананды алуға тырысқандар үшін ұра береді. Енді оны суға шайылып көрмеген маймылдар да қайталайды. Оларда банандарды тиісуге болмайды деген қатаң ой қалыптасады. Олар тыйымның себебін білмесе де, банан алу үшін ұмтылғандарды жазалай берді. Осындай таптаурындар адамдар өмірінде де кездеседі. Сіз бірдеңеге қол жеткізгіңіз келсе, сізге міндетті түрде кедергі жасайтындар табылады. Себебі, бұл жасалуы тиіс нәрсе. Сізді қоршаған адамдардың естіген жағымсыз ақпараты, немесе біреудің жағымсыз тәжірибесі оған себеп болуы мүмкін. Адамдар жағымсыз көп заттар айтады. Райыңыздан қайтарғысы келеді. Оның мүмкін еместігіне сендіруге тырысады. Өзіңізді қолға алыңыз, өзіңізге сеніңіз және ешкімнің сөзіне ермеңіз. Сіздің блокнотыңызға. Сізге алтын жұмыртқа туатын өз тауығыңызды жасау керек. Алтын жұмыртқа дегеніміз, салған салымыңыз негізінде алып отыратын пайызыңыз немесе кірісіңіз. Өз отбасыңыздың қаржылық қорғанысын ұйымдастыру үшін бір жыл ішінде жақсы өмір сүре алатындай соманы жинақтау қажет. Мысалы, $500. Оны 12-ге көбейту арқылы $6000 аласыз. Осы соманы жинақтамайынша, көңіл көтеру және керексіз шығындар туралы ұмытыңыз. Сіз ең қажетті деген заттарды ғана ала аласыз. Қаржылық қауіпсіздікті қамтамасыз ету үшін сізге біртіндеп $75,000 жинау керек. Егер сіз осы соманы кез келген банкке 8% жылдық мөлшерлемемен салсаңыз, жыл сайын $6000 алып отырасыз. Оны 12-ге бөліңіз, айына $500 шығады. Қаржылық еркіндік үшін $1,5 миллион жинау керек. Бұл соманы банкке 8% жылдық мөлшерлемемен салу арқылы жылына $120,000 кіріс табасыз. Оны 12 айға бөліңіз. Ай сайын $10,000 пайда шығады. Бұл сізге болашағыңыз үшін қорықпауға мүмкіндік береді. Сіз ақша үшін емес, ақша сізге жұмыс істейтін болады. Құдай шығармашылық, мақсатты, жетістікті адамдарды жақсы көреді. Солар үшін ол ерекше жағдайлар жасайды. Және де солғын бастамасы жоқ, өзіне сенбейтін әрқашан жылап отыратын адамдарды жақсы көрмейді.
Инвестициялаудың ережелері. Ал енді, қалай дұрыс инвестициялау керек екендігі туралы айтайық. Біз сыртқы ақпараттың құрбаны болып табыламыз. Кей жағдайларда ол шындыққа жанасады. Кейде олай емес. Мысалы, жердің дөңгелек екендігін қайдан білесіз? Сіз оның дәл сондай екендігін көрмедіңіз ғой. Сізге біреулер солай деп айтты. Темекі тартудың зиян екендігі сізге мәлім. Бұл ақпарат темекі тарту немесе тартпауға ықпал етеді. Ақпарат шешім қабылдаудың негізі болып табылады. Сіз орындықта отырғанда, ол 4 аяғы болған үшін мықты. Үй 4 қабырға негізінде тұрғызылады. Бұл тіреуші нүктелердің оңтайлы саны. Егер орындықтың бір аяғын алып тастаса, ол тұруы мүмкін, бірақ мықты болмайды. Сондықтан ақшаны да 4 бағытта инвестициялау қажет. Егер сіз тауда болсаңыз, өзеннің кішкентай бұлақтарды қалай жинайтынын көрген боларсыз. Дәл осы белгісіз. Кішкентай бұлақтар негізінде кішкентай көрінбейтін өзеннен үлкен сарқыраған тау өзеніне айналады. Пайданың бір ғана көзін иелене отырып, сіз ешқашан бай бола алмайсыз. Сондықтан тек бір жалақыға ғана жұмыс істемеңіз. Ақша бұлақтарын жасаңыз. Олар бір қаржылық ағынға қосылып, сізді ауқатты бай адамға айналдырады. Тіпті жоғары білім туралы диплом сіздің бай болуыңыздың кепілі емес. Жалақыға қарайтын бір жұмыс сізді байытпайды. Кеңістік дәуірде барлығы бір жалақыға өмір сүрген, және сол ақша өміріңізге жететін, тіпті артылып, жинақтық кассада жинақтауға да жететін. Ол кезде байлық жөнінде ешкім ойламайтын. Нарықтық экономика жағдайында ауқаттылық пен дәулеттілік түсініктерінің жаңа деңгейін байқауымыз қажет. Өзімізді құлдыраудан, дефолттардан, дағдарыстық жағдайдан сақтау үшін кірістің көптеген көздерінен тұратын ақша ағымын құруымыз керек. Өзен туралы мысал. Сіздің кішкентай қаржылық бұлақтарыңыз жиналып, сіздің ауқаттылығыңыздың үлкен өзеніне айналатындығын көрсетеді. Ол үшін сіз ақшаны саналы түрде басқаруды үйренуіңіз керек. Су туралы мысалдың үйрететіні көп. Судың қасиеттері ерекше. Оның түсі, тұрақты формасы жоқ. Күйін өзгертеді. Сұйық, газ тәрізді, қатты. Кез келген заттың формасына келеді. Көп заттарды ертеді. Жұмсақ бола тұра. Су дамбаларды, көпірлерді, үйлерді бұзады. Тіпті тасты да үгітіп жібереді. Демек, үлкен күшке ие. Өзен, оның жағасында өсетін өсімдіктер. Оның жағасында өсетін өсімдіктер мен жануарларға өмір береді. Сол сияқты, байлықта түрлі көздерден өзіне нәр алып, айналасына гүлдену мен жақсылық сыйлау керек. Нұрбеков. Қолыңыздың саусақтарын жұдырық қылып біріктірмеңіз. Барынша ашып ұстаңыз. Себебі алақаныңа сыйғаны сенікі болады. Сонымен бірге, сенің саусақтарың ашық болуы керек. Себебі, саған берілгеннің бөлігі ата-анаңа, тағы бір бөлігі жақындарыңа, тағы бір бөлігі мұқтаж жандарға ағылып түсуі керек. Қалған бөлігін шайқап, алақаныңды үрлеп көру керек. Қалғаны сенікі болады. Және осы сені бай қылады. Себебі, өзен өз жолындағы барлық заттарға өмір сыйлайды. Ақша, онымен жұмыс істей алатын адамның қолында болады. Әрқашан әріптесіңіздің, инвестордың қызығушылығын ескеруіңіз керек. Оның қызығушылығын білсеңіз, сіз ол үшін қызықтыратын ұсыныс жасай аласыз. Әрқашан алдымен инвесторлардың жоспарын, ниеттерін, мәселелерін біліп алыңыз. Сіздің ұсыныстарыңыз олардың мәселелерінің шешімі болуы тиіс. Сонда олар міндетті түрде келісім береді. Инвестиция үшін 4 бағыт. Нақтылық үшін 4 бағыт бойынша инвестициялау қажет. Олардың әрқайсысының өз мақсаттары мен мүмкіндіктері болуы керек. Бірінші бағыт. Сіздің банкіде сақтайтын қолма-қол ақшаңыз. Оларға тиісуге болмайды. Басқа мақсат үшін шоттан алуға болмайды. Себебі, ол сіздің қаржылық қорғанысыңызды қамтамасыз етіп тұр. Сонымен қатар, ол сома әрдайым бөлініп отырған жылдық пайыз бойынша өсіп отырады. Екінші бағыт. Ол компанияның акциялары және құнды қағаздар.
Бұл салада қиын ештеңе жоқ. Тек алғашқыда барлығы өте қиын әрі түсініксіз болып көрінеді. Жай ғана осы бағытты зерттеп көріңіз. Биржада акция алып көріңіз. Алдымен аз сомаға сатып алыңыз. Егер кенеттен бұл акцияларға баға төмендеп кетсе, ештеңе етпейді. Сіз тәжірибе аласыз. Уақыт өте келе барлығына үйренесіз. Дұрыс уақытта сатып және сатып алып, қажет акцияларға ақша салуды, бағаның ауысуынан ақша тауып үйренесіз. Бұл іспен айналысатындардың қызық ережесі бар. Олар барлығы қорыққанда акция сатып алады да, барлығы жоғарылауды күткенде сатады. Үшінші бағыт. Жылжымайтын мүлік. Ол ылғи бағалы, оны сату оңай және ол тұрақты пайда алып келе алады. Бүкіл әлемде жылжымайтын мүлік капитал салымының тиімді түріне жатады. Егер сіз үй немесе пәтер сатып алғыңыз келсе, оны жетістікке жеткен адамдардан алыңыз. Тіпті сағат немесе туфли алсаңыз да, кез келген орындардан емес, жақсы салондардан алыңыз. Әдетте адамдар базардан мен әлдеқайда арзан аламын деп айтады. Алайда, барлығына да төлеу керек. Қымбатырағын салоннан алу арқылы сіз тек ақша төлейсіз. Егер базардан алсаңыз, сіз уақытыңызды да жоғалтасыз. Себебі іздеу керек болады. Ақшаны табуға болады, ал уақытты қайтара алмайсың. Біздің қағидаларымыздың мәні: жұмыста өткізетін сағатымыздың санын арттырмай, өзіміздің жұмыс күніміздің уақытын арттырмай, ауқатты адамға айналу. Сондықтан оқыту, уақытты үнемдеуге, оны басқаруға, дұрыс қолдануға бағытталады. Тағы да қайталап айтамын. 3-5 жыл жақсылап жұмыс істеп, өміріңіздің қалған уақытында өз рахатыңызға жұмыс істеп, жақсы өмір сүрген дұрыс. Сондықтан жылжымайтын мүлік сатып алғанда, ауқатты адамдардан алуға тырысыңыз. Неге деп сұрайсыз ба? Себебі, пәтердің қабырғаларының өзі, иелерінің жағымсыз энергиясын, ұрыстарды, күйзелісті, жаман көңіл күйді, жағымсыз эмоцияларды сіңіріп алады. Одан біраз ақша қосып, жақсы адамдардан алған дұрыс. Жанұялық бақыт, балалардың денсаулығы, отбасыңдағы гармония, кез келген ақшадан артық. Ақшаны қайтып ала аласыз, ал қабырғалар мен заттар өз иелерінің жағымсыз энергиясын, мәселелері мен сәтсіздіктерін жинап алады. Сондықтан үйіңізде ұрыспаудың барлық амалын жасаңыз. Сіз ақшаңызды үнемдеп, арзанырақ сатып алсаңыз, бұл сіздің өміріңіздің басқа жақтарына жағымсыз әсер етуі мүмкін. Тіпті жылжымайтын мүлікті қайта сату үшін алсаңыз да, бұл жақсылыққа, пайда мен табысқа алып келмеуі мүмкін. Алып келсе де, ақша су секілді кетіп қалады. Жалпы, жаңа пәтер сатып алу керек, немесе өз үйіңізді салу керек. Сіз өзіңіз үйіңізге жағымды эмоциялар, үміт пен арманыңызды саласыз. Сіз өз үйіңізде қалай тұратыныңызды елестетесіз, бөлмелерді бөлесіз, заттарыңызды қоясыз, өз үйіңіздің қабырғаларын жағымды энергияға толтырасыз. Сондықтан, жаңадан салынған үйлерде жаңа пәтер сатып алуға тырысу керек. 4-ші бағыт. Компанияның бөлігіне айналу, патент алу, авторлық құқық алу, лицензия, сақтандыру полисін алу, болашағы бар кәсіпорындарға тікелей инвестициялау. Сіз мұны оның жобаларына өзіңіздің ақшаңыздың бөлігін салу арқылы жасай аласыз. Бірнеше ұзақ мерзімді әрі жинақтаушы сақтандыру полистерін сатып ала аласыз. Ол сізге сенімділік береді, әрі сіздің болашағыңызды қамтамасыз етеді. Бұл бағыттардың тек біреуіне ғана салуға болмайды, себебі барлық жерде тәуекел бар. Барлық 4 бағытқа салым салу ғана сізге қаржылық тәуелсіздік пен қауіпсіздікті қамтамасыз етеді. Жаттығу. Бизнеспен айналысқысы келетін бірнеше адамды, достарыңызды, жолдастарыңызды, әріптестеріңізді жинауға тырысыңыз. Олармен мынадай ойын ойнап көріңіз. Алдымен ақша ретінде доллардың, евро, теңге, сомның көшірмелерін жасап қойыңыз. Шынайы ақшалармен де ойнауға болады, егер мүмкіндік болса әрине. Содан соң жүргізуші кімге ақша керек деп сұрасын. Бірінші болып қолын көтерген адам ақшаның барлығын алады. Барлығының ақша алуға құқығы бірдей. Осыдан кейін қалған ойыншылар инвестиция үшін өз идеяларын ұсынуы тиіс. Кімнің идеясын алу керектігін өзі таңдайды. Бизнес жобалардың қайсысы тиімдірек және шынайы өмірге жақын екендігін қарап, ойыншылар арасында қаржыны бөліп салады. Бастысы,
Оның мәселелерінің шешімі болатын идея ұсыну. Егер ақша алған ойыншының қызығушылығын тудырсаңыз, инвестицияның өзіңізге тиесілі бөлігін аласыз. Ақшаға ие болған әрбір ойыншы потенциалды инвесторға айналады. Енді әрбір адам өзінің бизнес жобасын толықтыратын қызметтер мен идеялар ұсына алады. Әрбір қатысушының мақсаты инвесторды қызықтыратын. Оларды сіздің идеяңызға ақшасын салуға мәжбүр ететін ұсыныс жасау. Қарапайым мысал. Бір қатысушы құрылыс компаниясының директоры болып табылады. Және бірнеше көпқабатты үйлерден тұрғын үй комплексін салғысы келеді. Басқа қатысушы. Кірпіш шығаратын зауыт директоры. Оның мүддесін ескере отырып, нарықтық бағадан төмен бағамен кірпіш ұсынады. Тағы біреуі, белгілі уақытта сапалы бетон жеткізуді ұсынады. Үшінші адам территорияны жайғастыру туралы келісімді ұсынады. Төртінші қатысушы жарнамалық компанияның иесі болғандықтан, бөліскерлерді тарту мақсатында салынып жатқан тұрғын үй комплексінің жарнамасымен айналысуды ұсынады. Егер ұсыныс көңілінен шықса, инвестор өз ақшасының бөлігін береді. Содан соң ең көп ақша алған адам өзінің жоспарлары туралы айтады, идеялары, жобалары. Ал қалған қатысушылар тағы да енді осы адамның мүдделерін ескеріп, оған идеяларын ұсынуы тиіс. Ойын кезінде ақша ылғи қолдан қолға ауысып отырады. Және осы кезде сіз маңызды затты түсінесіз. Әріптестеріңіздің мүддесін есептеңіз. Сіздің ұсынысыңыз оның мәселелерінің шешімі болуы керек. Сол кезде сіз инвестицияның бөлігіне ие боласыз. Ойыннан кейін қорытындысын жазып қойыңыз. Әрбір ойыншыда ақша алу мүмкіндігі болды, алайда барлығы оны қолдана алмады. Ақшасы бар адамның айналасында идеясы, ұсынысы, жобалары бар адамдар жүреді. Ақшасы бар адам сенімді болады. Себебі енді ақшаны қайда бөлу керектігін сол шешеді. Сәйкесінше инвестицияға мүдделі адамдардың барлығы соған барады. Кейде саналы түрде немесе байқамай бөтен адамның арманының орындалуына кедергі жасаймыз. Ондай затты істемеу керек. Адамдар өз ойларын дұрыс жеткізе алмайды, және өз идеясын нақтылап айта алатын жандар сирек кездеседі. Оны міндетті түрде үйрену керек. Өмір мақсаттары. Көп адамдар 80-90 жасқа дейін өмір сүріп келіп, алдарына өмірлік мақсаттарын қоймайды. Өмір бізге бір рет беріледі, және біз оны рухани жағынан да, материалды жағынан да әдемі, бай ете білуіміз керек. Әрбір таң атқан сайын біз өз мақсатымыз жайлы ойлауымыз керек. Менің ұстазым бір күні енді оралған сарбаздан қалай борышын өтегендігі туралы сұрады. Ол, оның жолы болғандығын, және оны сарбаздар ас үйіне орналастырып, сонда жұмыс істегендігін айтады. Қасында тұрған адамдар оны қоштап, шынымен жолы болғандығын айтады. Ол кезде мен де солай ойлап тұрғанмын. Бірақ менің ұстазым былай деді: есіңе сақта, өмір өте шолақ. 2 жыл өміріңді картоп аршуға кетіргенің дұрыс емес. Әскерде көп затқа үйренуге болады. Әлсіз тұстарыңды жеңуге болады. Шынығып, нағыз еркекке айналасың. Ал осынша көп уақытты ас үйде өткізу дұрыс емес. Адамдар жеңіл жолын іздейтіні белгілі. Алайда, бұл өз әлсіздігіңізді ақтап алу болып табылады. Ешқашанда өз уақытыңызды керек емес заттарға жұмсамаңыз. Себебі, сіздің өміріңіздің маңызды сәтінде арманыңыздың орындалар кезінде сізге бірнеше сағат уақыт, тіпті минут жетпей қалуы мүмкін. Өз мақсаттарыңызды нақтылаңыз. Олар нақты жазылған болу керек. Бірақ өз алдыңызға жаһандық мақсаттар қоймаңыз. Себебі, сіз ол мақсаттарға өз жалақыңыз тарапынан қарасаңыз, ол сізге орындалмастай болып көрінуі мүмкін. Және сіздің еңсеңіз түсуі мүмкін. Сіз өзіңізге деген сенімділіктен айырыласыз. Және мақсатыңызды жүзеге асыруды кейінге жақсы уақыттар мезгіліне қалдырасыз. Үлкен мақсатыңызды кішкентай бөліктерге бөлсеңіз, өзіңізге оңай болады. Оған жетуге және біртіндеп басты мақсатыңызға жақындасаңыз, жеңіл болады. Қол жетімді бастапқы мақсаттан бастасаңыз да, сіз үшін жақсы. Сол жолды оңай өткересіз. Үлкен арманыңызға жетесіз. Неліктен көптеген адамдар өз мақсаттарына жете алмайды? Себебі, олар өздерінің үлкен мақсатына қарайды. Иә, олар оған лайықты. Бірақ олар оны көріп,
мүмкін емес деп ойлайды. Сондықтан менің 4 үлкен мақсатым бар деп айтпаңыз. Сіздің санаңыз ғаламды және кішкентай мақсаттарды ажырата алмайды. Ол көлемге мән береді. Сана бір купюраны миллионға бағаламайды. Ол үшін ол бір ғана купюра. Ал $100 200 купюра сананы өзгертеді. Себебі ол көлемді ғана сезеді. Мысалы, бала. Бұл қымбат ойыншық дегенді түсінбейді. Бала санға немесе көлемге мән береді. Ол үшін тек көп ойыншық немесе аз ойыншық деген түсінік қана бар. Ол үлкендердің қымбат немесе арзан деген түсіндірмелерін түсінбейді. Сол сияқты, сіздің санаңыз үшін де көзбен көру арқылы сезіну маңызды. Ол көп ақшаны көргенде сезінеді. Сіз үлкен зауыт ашқыңыз келді делік. Иә, бұл жаһандық мақсат. Және сіз зауыт ашу үшін не істеу керектігін де білмейсіз. Неден бастау қажеттігін де білмейсіз. Бірақ егер бизнес жоспар құрса, онда сіздің барлық қадамыңыз құрастырылады. Барлық есептеулер жүргізіледі. Барлық шығындары есептеліп, баланс жасалынады. Егер сіз инвесторға барып, өз идеяңызды айтсаңыз, ол нақты жоспары мен анығырақ ақпаратты талап етеді. Егер сіз өзіңіздің жаһандық идеяңызбен банкке несие сұрап барсаңыз, олар сізден бизнес жоспар сұрайды. Ешкім ақшасын тұманды ойға жібергісі келмейді. Сондықтан, ең алдымен дұрыс бизнес жоспар құруды үйреніңіз. Ірі кәсіпорындарда басшы мен жетекші болатынын білесіз. Басшы жиі бұрын дайындалып қойған шешімдерге қол қояды. Ол кәсіпорынды басқарудың салаларында жиі құзыретті бола бермейді. Ал жетекші барлық жетістіктер мен мәселелерді жақсы біледі. Ағымдағы сұрақтарды шеше алады. Кадрлармен жұмыс істей алады. Егер басшыны қызметтен босатса, ол жұмыссыз қалуы мүмкін. Ал егер жетекшіні жұмыстан шығарса, ол қиналмайды. Себебі аз уақыттан кейін жаңа жұмыс тауып алатынын біледі. Әлем дарынды әрі құзыретті адамдарға мұқтаж. Егер сіз кәсіби маман болсаңыз және өз ісіңізді жақсы көрсеңіз, онда кез келген басшы сізді өзінің компаниясына алып сенетін болады. Атақты Ford корпорациясының жетекшісі болып, көп жылдар бойы жұмыс істеп, содан соң жұмыстан шығарылған Ли Якок туралы мысал соның дәлелі болып табылады. Фордтан жұмыстан қуылғаннан кейін оны тағы бір автомобиль гиганты Крайслерге жұмысқа шақырады. Мұнда да Ли өзінің жетекшілік ерекше қабілеттерін көрсетіп, Крайслерді жаңа деңгейге көтереді. Ал Форд Ли сияқты дарынды менеджерді жұмыстан шығарып, тек жеңіліс тапты. Жақсы жетекші талап қоя біледі, бірақ әділетті. Ол тәртіпті және жоспарлы тапсырмалардың орындалуын қадағалайды. Әрбір қызметкер үшін жақсы жағдайлар жасайды. Барлық құрылымдардың жұмысын реттейді. Адамдармен тіл табыса біледі және бүкіл кәсіпорынның жұмысын ұйымдастырады. Егер сіз жақсы әке болсаңыз, балаңыз сізден үлгі алатын болады. Егер сіз жетекші болсаңыз, бірақ тіпті өзіңізді де басқара алмасаңыз, сізге ешкім сенбейді. Жетекші ылғи өзінен бастайды. Егер сіз балаңызға жақсы әке екендігіңізді айтсаңыз, ол күлуі мүмкін. Себебі ол сіздің әлсіз тұстарыңызды біледі. Балалар ата-аналарының жасағанын, тіпті кемшіліктеріңізді де қайталайды. Егер өзенге жерде тұрып қараса, ол түзу ағып бара жатқандай көрінеді. Ал егер оған ұшақтан қараса, оның ирелеңдеп ағатынын көруге болады. Себебі ол өз жолында кедергілерден өтеді. Сол сияқты адам да өз жолында мақсатына жету үшін кедергілерден өтеді. Сіз дұрыс бағытта жүру үшін әдейі кедергілер жасауға болады. Мұны жетекші жасай алады. Себебі ол қойылған мақсатқа жету үшін, ағымды дұрыс бағытқа бұру үшін кедергілер қоюы мүмкін. Біз өзімізбен дәл осылай жасаймыз. Армандарымызды жүзеге асыру үшін өзіміздің ойымызды, эмоциямызды, мотивтерімізді, істерімізді басқарамыз. Нәтижеге жету біздің оны қалай жасайтынымыздан, біздің мақсатымызға деген көзқарасымыздан шығады. Біздің өзімізді басқара білуіміз, ойлануымыз, ойлаған ісімізді орындауға мәжбүрлеуіміз,
жағымсыз сезімдерімізді тежейміз. Осының барлығы біздің жоспарларымыздың шынайылығын анықтайды. Сократ былай деген: ештеңе істемейтін адам жалқау емес, бар қабілетімен емес, одан аз жасайтындар жалқау. Қалай ойлайсыз, ең жақсы заңгер ол заңның барлығын білетін заңгер ме? Әлде қажетті жағдайдан дұрыс дәлел таба алатын заңгер ме? Ал ең ақылды адам ол барлығын білетін адам ба? Әлде білімін қажетті жерде қолдана білетін адам ба? Айырмашылық бар ма? Сондықтан ылғи лидер бола біліңіз. Сіз бірдеңе істегеніңізде, немесе өзіңізбен жұмыс істегенде, өмір талап еткендіктен емес, немесе өмірдің мәжбүрлеуімен жасамай, мұны махаббатпен жасаңыз. Егер сіз бірдеңені жасай алмасаңыз, шыдамыңыз жетпесе, ықыластылығыңыз, ерік күшіңіз жетпесе, өзіңізді кінәлауға асықпаңыз. Психогенетик ретінде сізге оның себебі сіздің геніңізде болуы мүмкін деп айта аламын. Бірақ уайымдаудың қажеті жоқ. Оны жасауға болады. Ең бастысы, сіз өзіңізбен жұмыс жасауыңыз керек. Өзіңіздің кемшіліктеріңізді түзетуге бағытталуыңыз керек. Ол үшін сіз өзіңізді жақсы жағына өзгерте алатыныңызды анықтап алуыңыз керек. Және өзіңізбен жұмыс істеуіңізді бастауыңыз керек. Арман ойды жетелейді. Ой істі жетелейді. Кейде адамдар былай дейді: мен қатты қаладым, алайда менің қолымнан келмеді. Бұл жалған. Егер сіз қаласаңыз, шынымен тілесеңіз, сіз оған қол жеткізесіз. Бүкіл өмірлік мақсат болсын. Өз өміріңнің белгілі кезеңі үшін мақсат, белгілі уақыт үшін мақсат, жыл үшін, ай үшін, апта үшін және сағат пен минут үшін де мақсатың болсын. Төмен мақсаттарыңды жоғары мақсаттар үшін құрбан ете біл. Лев Толстой. Күмәндар. Күмәндана беру. Бірдеңе сатып ала отырып, сіз сатушы алдамай ма екен деп күмәнданасыз ба? Нәтижесінде солай болады. Өзіміздің сенімсіздігімізбен біз болашағымызды жасаймыз. Мүмкін ол сатушы басқа адаммен адал болатын шығар, бірақ сізді міндетті түрде алдайды. Сіз өзіңіздің күмәніңізбен оны алдауға мәжбүрлейсіз. Сондықтан ешқашан күмәнданбаңыз. Сізді қоршаған адамдарға сеніңіз. Өзіңіздің бизнесіңізді аша отырып, өз ісінің хас шеберлерімен жұмыс істеуге тырысыңыз. Мен өз компаниямды ашқанда тиісті жарнама бердім. Ең жақсыларды жұмысқа аламын. Шынымен де ең жақсылары жиналды. Сондықтан тек ең жақсы кадрларды алуға және өз ісінің ең жақсы мамандарымен жұмыс істеуге тырысыңыз. Көп адамдар тиімді ұсынысты естігенде күмәнданады. Олар ақшасы қайтпай қалады ма деп қорқады. Байлық дегеніміз сізде қазіргі кезде бар зат емес. Байлық әрдайым сізге жұмыс жасау керек және көбейе беруі тиіс. Әйтпесе, сіз оны мәңгілікке жоғалтып алуыңыз мүмкін. Өзіміздің сенімсіздігімізбен біз басқалардың өтірігін ақтаймыз. Ларош Фуко. Күмән туралы нақыл. Бір кедей қала тұрғындарының есігін қағып, қайыр сұраумен өмір сүреді. Бір күні ол қалаға кіріп келе жатқан алтын арбаны көреді. Арбада күліп, ұлы король отырады. Кедей өзіне былай дейді: қиындықтар бітті, менің кедей өмірім аяқталды. Жүзі жарқыраған мына король қалаға мен үшін келді. Ол менімен өзінің байлығын бөліседі. Сөйтіп мен тыныш өмір сүретін боламын. Оның ойларының дәлеліндей корольдің бұйрығымен карета тоқтатылады. Корольдің арбасын көре сала етбетінен жата кеткен кедей, оның жолы болды екен деп орнынан тұрып корольға қарайды. Сол кезде король қолын созып кедейге қарап былай дейді: сенде маған беретін не бар? Есі шығып таңғалған кедей не айтарын да білмеді. Бұл не? Король ұсынып отырған ойым ба? Ол не, менің мазақ қылып тұр ма? Бұл жаңа сән бе? Деп сұрады ол өз-өзінен. Оның сөзінің астарын түсінбей, ол корольдің шынайылығына күмәнданып, таңырқап қалды. Алайда, корольдің әлі де болса күліп, қолын созып тұрғандығын көріп, өз қолын қол дорбасына салып, бірнеше шым-шым күріш тауып алады. Ол күріштің бір дәнін алып, корольдің алақанына салады. Король оған рахмет айтып, ары қарай жолды жалғастыруға бұйрық береді. Аттар алтын арбаны ары алып кетеді.
Кешке қарай кедей өз қолдорбасынан қалған күріштің дәндерін алып қараса, арасында бір алтын дән болады. Сонда ол жылап тұрып, мен неге барлық күрішімді бермедім, деп өкінеді. Сіздің блокнотыңызға. Бір ғана кіріс көзіңіз болса, ешқашан бай болмайсыз. Сондықтан тек бір жалақыға ғана үміт артып отыра бермеңіз. Ақша бұлақтарын құрыңыз. Олар бір қаржы ағынына бірігіп, сізді табысты әрі бай етеді. Инвестиция үшін 4 бағыт. Банк шоты, акциялар мен қорлар, жылжымайтын мүлік, компания. Бұл бағыттардың тек біреуіне ғана салуға болмайды. Себебі барлық уақытта белгілі тәуекелі болады. Тек 4 бағытқа да салынған инвестиция сізге қаржылық тәуелсіздік пен қауіпсіздікті қамтамасыз етеді. Ешқашан өз уақытыңызды қажет емес істерге жұмсамаңыз. Себебі ең қажет сәтте сіздің арманыңыздың орындалуы үшін бірнеше сағат, мүмкін минут жетпей қалуы мүмкін. Үлкен мақсатыңызды кішкентай бөліктерге бөлсеңіз, өзіңізге оңай болады. Оған жетуге және біртіндеп басты мақсатыңызға жақындасаңыз жеңіл болады. Қол жетімді бастапқы мақсаттан бастасаңыз да, сіз үшін жақсы. Сол жолды оңай өткересіз, үлкен арманыңызға жетесіз. Біздің өзімізді басқара алуымыз, ойлануымыз, ойлаған ісімізді орындауға мәжбүрлеуіміз, жағымсыз сезімдерімізді тежейміз. Осының барлығы біздің жоспарларымыздың шынайылығын анықтайды. Ақшаның рахатын қалай көруге болады? Қайырымдылық. Өз мүмкіндігіңізді қалай пайдаландыңыз? Дарын мен қабілет, хобби және ғанибет. Біз жиі ақшамызды қажеті жоқ заттарға жұмсаймыз. Ал инвестиция салғанда қорқып, бұлай ойлаймыз. Мұнда пайыз аз болса да, салым қауіпсіз болады. Адам инвестиция салғанда жоғалтуы да мүмкін. Бұл түсінікті жайт. Қауіпсіздіктің емес, еркіндіктің артынан жүріңіз. Сізге қаржылай еркін болу керек. Жеңілу үшін емес, жеңу үшін ойнаңыз. Жинай алғаныңызша жинаңыз. Өз болашағыңызды инвестициялаңыз. Бұлай деп айтпаңыз. Мен 50 немесе 60 жастамын. Бұл маған енді керек емес. Адам бақытты болған жылдарын емес, сәттерін санайды. Өз болашағыңызға инвестиция салыңыз. Өмір өз еңбегінің нәтижесінен туындайтын қуанышты. Жылдар бойы емес, сәттер бойы сезіну деген сөз. Біздің көпшілігіміз, көршілеріміз немесе туыстарымыздан артық тұрамыз. Және де біздің балаларымыздан артық өмір сүріп жатырмыз. Қазір бізде жетістікке апарар мүмкіндігіміз көп. Және тек ақша ғана сіздің қандай деңгейде екендігіңізді көрсетеді. Кейбір адамдарда ол өте төмен. Өзіңіз үшін жаңа деңгей шығарып көріңіз. 20 жыл бұрын әлем өзгеріп, көптеген мүмкіндіктер пайда болды. Ал көпшілік адамдар 20 жыл бұрынғы көріністермен өмір сүреді. Ақшамен қалай рахаттануға болады? Мен тек сіздердің ақшаларыңыз болсын деп қана емес, бақытты, табысты болуларыңыз үшін оқытамын. Мен кедей бірақ бақытты, бай әрі бақытсыз адамдарды көрдім. Қайырымдылық. Әлемде мұқтаж жандар өте көп. Байлардың ең жақсы қасиеттері басқаларға көмектесу ниеті. Басқалардың көмегінсіз бірдеңеге жетем деген адам көп қателеседі. Бірақ басқа адамдар оның көмегінсіз де өмір сүре алады деп ойлаған жандар 2 есе қателеседі. Кейбіреулері былай дейді: менде қазір ақша жоқ. Бай болғанда міндетті түрде көмектесемін. Бұл өзіңізді өзіңіз алдау. Егер сіз қазір $100 2,5% бере алмасаңыз, немесе 10%, кейін миллион болғанда, өзгереріңіз екі талай. Себебі онда үлкен сома болады. Сондықтан қазір қанша ақшаңыз болса да, $10 немесе $1 болса да, соның 25 центін беріп отырыңыз. Бұл қазірден бастап ереже болуы тиіс. Сонымен бірге, мынаны есіңізде сақтаңыз. Егер сіз қызғанып, қазір сол ақшаны бермесеңіз, өмір өзі ол ақшаны сізден инфляция, ауру, сіздің шашыраңқы мінезіңізден болсын, бәрібір алып қояды. Сіз бермейінше қайта алмайсыз. Библияда былай жазылған: берген адамның қолы кедейленбесін,
және бұл солай. Өз мүмкіндігіңізді қалай пайдаландыңыз? Біреу кедейлік дегеніміз молшылық деген екен. Айналаңда жетістікке жеткен ауқатты адамдарды көргенде айырылып қалуды бастан кешіру. Өзіңнің қызғанып қарауға тұрмайтын жағдайыңды ақтау үшін қандай ерік күші болуы тиіс? Кедейлік дегеніміз бұл мираспен беріледі. Егер бала жоқшылықта өмір сүрсе, ол оны міндетті зат ретінде қабылдайды. Оған лайықты үлгі болар адам жоқ. Оның дұрыс мысалы да жоқ. Біз қазір армандағанымыздай өмір сүргенімізге балаларымыз кінәлі емес. Біз оларға ең күшті өмір сыйлауымыз керек. Әрқашанда өз іс-әрекетіңді ақтап, оған сену оңай болып табылады. Ал бірдеңені өзгерту қиынға соғады. Мен өз ауылымнан кеткенде, анам менен қайда баратынымды сұрады. Мен өз өмірімнің барлығын ауылда өткізуге дайын емес екендігімді айттым. Және өзімді бүкіл әлемді көруге лайықты екенімді айттым. Оған ол былай деп жауап берді. Қал, менің өмір бойы жинаған мүлігім сенікі болады. Мен көз жүгіртіп кішкентай үй, 5 соттық жер, үй малы және ұсақ заттарды көрдім. Ауылдағы өмір бір сарынды еді. Жазда шөп шауып, оны кептіріп, қыста сол шөппен малды бақтық. Күзде мал сатып, қажет заттарды сатып алатынбыз. Және бұл өмір сүрудің ең нашар түрі емес. Мен туған ауылымнан кеткенде, менің анам мені жібергісі келмей жылады. Бірақ мен табанды түрде өз өмірімде бірдеңені өзгерткім келетінін, әлемді көргім келетінін айттым. Әлемнің маған берген мүмкіндігін қолданғым келеді. Менің ұстазым маған, әлемнің барлығы сен үшін жаралған, қажеттінің барлығын алуға дайын болуың керек. Сонымен бірге, есіңде болсын, сенде ештеңе жоқ. Тіпті өздерің де саған бағынбайды. Себебі сен оны басқа әлемге алып кете алмайсың. Бұл түсінік өзімшіл болуға көмектеседі. Бір данышпан адам өз балаларына былай депті. Намыс, құрмет, батылдық сені қайда жүрсең де король етеді. Алайда барлық корольдарда мұндай сапа жоқ. Сіз кім болсаңыз да, қайда болсаңыз да, не істесеңіз де, әрқашан мына ережені есте сақтаңыз. Құдайға сену және өз-өзіңізбен шынайы болу. Мүмкіндік туралы нақыл. Бір күні бір ер адам түн ортасында оянып, қасынан періштені көреді. Ол әлгі адамға оны керемет болашақ күтіп тұрғанын айтады. Оған бай болуға, қоғамда құрметке ие болуға және керемет әйелге үйленуге мүмкіндік болады. Ол ер адам өз өмірін сол дәулетті күтумен өткізеді, алайда ештеңе өзгермейді. Ол өмірінің соңына дейін жалғыздықта және кедейшілікте өтіп, өледі. Ол жұмақ қақпасына көтерілгенде, сол баяғы періштені көріп өкпелеп, сен маған байлық, құрмет пен әдемі әйелің болады деп уәде берген едің ғой. Мен өмір бойы соны күтумен болдым. Ақыры ештеңе де орындалған жоқ. Мен саған ондай уәде берген жоқпын, деп жауап береді періште. Мен саған бай, құрметті әрі сүйікті адам болуға мүмкіндігің болады дедім. Ер адам таңғалады. Сенің не айтқың келіп тұрғанын түсінбедім. Есіңде ме? Сен бір кезде өз бизнесіңді ашқың келді. Алайда барлығын жоғалтып аламын деп қорқып, ештеңе істемедің. Және басқа ешқашан бірдеңе істеуге ұмтылмадың да. Ер адам келіскендігін білдіріп басын изеді. Біраз жылдан соң идея басқа адамның ойына келді. Ол оны жүзеге асыруға қорыққан жоқ. Есіңде ме? Ол елдегі ең бай адамдардың біріне айналды. Қаланы қиратқан жойқын жер сілкінісін есіңде сақтауың керек. Мыңдаған адамдар қираған үйлердің астында қалды. Сол кезде сенің көп адамды құтқаруға мүмкіндігің болды. Алайда сен ұрылар үйіңді тонап кетеді деп қорқып, ешқайда шықпай отырдың. Сондықтан сен басқалардың көмек туралы жалынғанын естігің келмей, үйіңде қалдың. Ер адам қатты ұялып, басын изеді. Бұл сенің көп адамды құтқарып, елге құрметті болатын мүмкіндігің еді, деді періште. Сосын есіңде ме? Саған сары шашты әйел қатты ұнайтын. Сен оны теңгерімсіз деп есептедің. Алайда, ондай әйел саған тұрмысқа шықпайды деп ойладың.
Қабыл алмауынан қорқып оған ештеңе ұсынбадың. Ер адам тағы да басын изеді және бұл жолы көзінен жас шықты. Иә досым, ол сенің әйелің болар еді. Сендердің әдемі әрі дені сау балаларың болатын еді. Сенің ұрпағың жалғасар еді. Біздің барлығымызға әр күн сайын мүмкіндіктер беріледі. Алайда өзіміздің қорқынышымыз бен батылсыздығымыздан біз оларды жүзеге асыра алмаймыз. Дарын мен қабілет. Алдымен бір оқиғаны айтып берейін. Дүниеде бір жақсы дауысқа ие жігіт өмір сүреді. Көрермендер алдына шыққанды қатты ұнатады. Ол күндердің күнінде әлемдік жұлдыздар ән салатын Миландағы Ла Скала опера театрында ән салуды армандайды. Бірақ ол музыкалық білім алғаннан кейін өмір сүру үшін елді аралап, ән салуға мәжбүр болады. Бір күні қалалардың бірінде қойылым арасында оған бұрынғы танысы келіп, мұнда не істеп жүргендігін сұрайды. Жас жігіт отбасын асырау үшін ән айтып жүргендігін айтады. Мен оны айтып тұрғаным жоқ. Сен мұнда не істеп жүрсің? Деп сұрағын қайта қойды. Айтып тұрмын ғой, отбасымды асырау үшін жұмыс істеп жүрмін деп таңырқап жауап берді жігіт. Сонда досы былай деді. Жоқ, мен оны айтып тұрғаным жоқ. Саған армандарыңды жүзеге асыру үшін тағдырдың берген мүмкіндіктерімен не істедің? Әрбір адамның бір дарыны болады. Бұл дарын сіздерге адамдарға қуаныш сыйлау үшін беріледі. Өз дарыныңызды жүзеге асыру арқылы сіз жетістікке жетесіз, мойындауға жетесіз және әрине ауқаттылыққа жетесіз. Әлгі жігіт досымен сөйлескеннен кейін ұзақ уақыт өзіне келе алмай, ішімдік ішіп алады. Ал келесі жолы сахнаға шыққанда барлығын ұмытып, беріліп ән салады. Ол бар құштарлығымен ән айтады. Аяқтаған кезінде зал оған тұрып қошемет көрсетеді. Театрдың директоры оның керемет дауысын бағалап, оған тұрақты жұмыс ұсынады. Бірақ ол өз арманына жетемін деп бас тартады. Бұл Энрико Каррузо болатын. Әрбір адамға берілетін өз мүмкіндігіңіз жайлы ұмытпаңыз. Сонымен қатар, есіңізге сақтауға тырысыңыз. Ақша өз дарынын жүзеге асыратын адамдарға қызмет етеді. Тіршілік ету үшін өз дарыныңызды шашпаңыз. Өз дарыныңызды жүзеге асыру арқылы сіз өз арманыңызды жүзеге асырып, қаржылық тәуелсіз бола түсесіз. Тағдырдың берген кішкентай мүмкіндігінде қалт жібермеңіз. Тек сонда ғана сіз бақытты боласыз. Ғалымдар, бақыт деген не деген тақырыпта зерттеу жүргізеді. Бақыт тек саған ғана тиесілі зат емес екен деген қорытындыға келеді. Сен басқа адамға қуаныш, шабыт, үміт, мейірім бергенде бақытты боласың. Ал бұдан бақытың азаймайды, тек көбейе түседі. Хобби және ғанибет. Әрқашан демалыспен өзіңізге ғанибет сыйлайтын істерге уақыт қалдырыңыз. Менің ұстазымның берген ең жақсы ақылы. Егер 3 жыл ішінде сенің жұмысың өзің қалаған өмірді сүруге мүмкіндік бермесе, егер ол сені рухани немесе материалды түрде жаңа деңгейге көтермесе, өзің мақтан алатындай белгілі нәтижелерге қол жеткізе алмасаң, ол жұмыстан кет. Авиценна айтпақшы, сен бір орында тұра беретін ағаш емессің ғой. Егер сізді бұл жерде түсінбесе, басқаларды өз көзқарасыңызға сендіріп, уақытты өткізіп қайтесіз. Одан да жай кетіп қалған жақсы. Өзіңіз қаламаған жерде қалудың қажеті жоқ. Мүмкін басқа жақта сіз үшін ашылатын есік бар шығар. Ал мұнда нені күткеніңіз белгісіз, отырсыз. Ал әрең дегенде соған шешім қабылдап, немесе өмір сізді өзгеруге мәжбүр еткенде, ол есікке біреу кіріп қоюы және ол сіз үшін жабылып қалуы мүмкін. Әрине, мен жұмыстан бекер кеткенімді білген едім. Мен оған үйреніп қалған едім. Аз болса да тұрақты жалақым бар еді. Ал жаңа орында жақсы болатынына кепілдік жоқ. Үрдісте болғысы келетін адамдар осылай айтады. Оларға нәтиже маңызды емес. Ақшамен қалай рахаттануға болатынын түсіндіңіз бе? Сіз жоғарыда айтылған тарауларды орындағанда ғана бақыт пен жетістік алып келеді. Ақша бақыттың катализаторы болып табылады. Ол сіздің мақсатыңыз бола алмайды. Ол қуаныш, сенімділік,
басқаларға көмек беруге құлшыныс алып келе алады. Сіздің қабілеттеріңізді қолдануға және балаларыңыздың дарынын ашуға жағдай жасайды. Сіз жағымды эмоцияларға толы мазмұнды өмір сүруіңіз керек. Бастысы осы. Сіздің блокнотыңызға. Адам инвестиция салғанда жоғалтып алу мүмкін екендігі барлығына белгілі. Қаржылық еркін адам болу үшін қауіпсіздікке емес, еркіндікке ұмтылыңыз. Жеңіліп қалу үшін емес, жеңу үшін ойнаңыз. Әлемде мұқтаж жандар өте көп. Бай адамдардың ең жақсы жағы басқа адамдарға көмектесу ниеті. Басқа адамдардың көмегінсіз өмір сүремін деген адам қателеседі. Ал басқалар оның көмегінсіз өмір сүре алады деп есептейтін адам екі есе қателеседі. Өз дарынын қолдана білетін адамға қызмет етеді. Жай ғана тіршілік ету үшін өз дарыныңызды сарп етпеңіз. Өз дарыныңызды жүзеге асыру арқылы сіз өз арманыңызды жүзеге асырасыз және қаржылық жағынан тәуелсіз адам боласыз. Тағдырдың сізге берген кішкентай мүмкіндігін қолдана біліңіз. Сонда ғана бақытты боласыз. Егер 3 жыл ішінде сенің жұмысың өзің қалаған өмірді сүруге мүмкіндік бермесе, ол жұмысты таста. Егер ол сені рухани немесе материалды түрде жаңа деңгейге көтермесе, өзің мақтана алатындай белгілі нәтижелерге қол жеткізе алмасаң, ол жұмыстан кет. Ақша бақыттың катализаторы болып табылады. Ол сіздің мақсатыңыз бола алмайды. Ол қуаныш, сенімділік, басқаларға көмек беруге құлшыныс алып келе алады. Сіздің қабілеттеріңізді қолдануға және балаларыңыздың дарынын ашуға жағдай жасайды. Видеосы арнаға тіркеліп, үліп басып пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Қазақша контентті бірге дамытайық. Рахмет.